Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы жылқының жұқпалы анемиясы. Жылқының жұқпалы анемиясы қан түзу мүшелерінің зақымдану салдарынан қандыққа ұшырап дененің қызуы тұрақты немесе көтеріліп, дене қызынған кезде кілегейлі қабықтардың қанталап, жүрек қан тамыр жүйесі қызметінің бұзылуымен ерекшеленетін жұқпалы ауру. Індеттік ерекшеліктерінде табиғи жағдайда жұқпалы анемиямен жылқы жасына, тұқымына қарамай ауырады. Ауруға шалдыққан құлындар көбіне өліп қалады. Ауру малдан сау малға вирус әдетте қан сорушы жәндіктер арқылы беріледі. Вирустың берілуі бір қатар себептерге байланысты. Ауру қоздырушының негізгі тасымалдаушысы сона болып есептеледі. Бұл жәндіктер вирусты механикалық тасымалдаушысына жатады. Жұқпалы анемияны жіті өткен кезінде вирус сыртқы ортаға жануарлардың әртүрлі экскременттермен бөлінеді. Жұқпалы анемия негізінен жаздың күні қан сорушы жәндіктер шаққан мезгілде байқалады. Ал аурудың қысты күні байқалуы созылмалы, өткен дерттің асқынуына немесе қан құю, вакцина егу сияқты әрекеттердің нәтижесінде болады. Дерттенуінде денеге енген вирус макрофаг торшаларында көбейеді, көп мөлшерде вариондар мен вирустың антигендері түзіледі. Оған жауап ретінде антиденелері түзіліп, дерт процесінің нәтижесіне макрофагтар және бірқатар басқа да торшалар зақымдалады. Эритроциттерге жабысқан вирус пен антиденелер қосылып, бұл иммундық кешендер комплемент жүйесін іске қосып, гемолизге әкеп соқтырады. Нәтижесінде аурудың негізгі клиникалық көрінісінде анемия пайда болады. Өтуімен симптомдарында аурудың жасырын кезеңі орта есеппен 10-30 күн, кейде 5 күннен аспауы немесе 3 айға дейін созылуы мүмкін. Жұқпалы анемияның негізгі белгілері дененің қызуы, гастроэнтерит, жүректің әлсіреуі, тыныстың тарылуы, сонымен қатар жіті, аса жіті, жітіден төмен созылмалы және жасырын түрде бөлінеді. Аса жіті өтуі сирек байқалады. Жұқпалы анемияның аса жіті өтуі індет алғаш байқалған кезде оның жасырын кезеңі қысқа, дененің қызуы көтеріліп, жүректің қызметі нашарлап, тыныс алуы жиілеп, геморрагиялық энтерит байқалады. Ауру бірнеше сағаттан 2 тәулікке дейін созылып, өліммен аяқталады. Жеті өткенде дененің қызуы көтеріліп, 41 градусқа жетеді. Жануар күйзеліп, кейде аздап қозынады. Конъюнктивит, танау, ауыздың кірегей қабықтарында қан кернейді. Жүректің соғысы жиілеп, ауру өршіген кезде тамыр соғысы минутына 100-ге жетеді. Жүрек қызметінің бұзылуы, сүйек тұсында, ұма мен сирақтарында сұйықтық іркіліп, домбығы байқалады. Ауырған жылқы басын төмен салып, күйзелісті жағдайда болады. Жүргенде ентігіп, жүрегі қатты соғып, сүріне береді. Ауру жіті өткенде бұл жағдайда бүйрек зақымданып, несеп шамадан тыс бөлініп, түсі қоңыр қошқылданып, 5-10%-ға дейін белок болады. Дененің қызуы үнемі жоғары болып, тек кейбір күндер ғана төмендейді. Жіті өткенде анемия 3-15 күнге дейін 1 айға дейін созылады. Жітіден төмен өткенде дененің ыстығы көтеріліп, жүрек қызметі қалпына келіп, жануардың қоны көтеріле бастайды. Бұл кезде бірнеше күннен 1 аптаға дейін созылады. Одан кейін аурудың ұстамасы қайталанады. Созылмалы түрінде көбінесе жұқпалы анемия ұзақ уақыт байқалған шаруашылықтарда кездеседі. Кейде аурудың жаңадан шыққан жерінде де ұшырасады. Анемия созылмалы өткенде оқтын-оқтын дененің ыстығы көтеріліп, арасында ремиссияға ұзаққа созылады. Аурудың қайталануы мен оның арасындағы ремиссия бірнеше сағаттан 5-6 күнге, кейде 2-3 аптаға созылады. Дененің қызынуы таңертең немесе кешке ғана байқалуы мүмкін. Қызбаның ұстамасы кезінде жүректің қозынуы күшейіп, жылқы жүдеп, яғни
шықақтанып, ішек қарынның қызметі бұзылады. Патологиялық анатомиялық өзгерістерінде кілегей және сірлі қабықтарда, үлпержек мүшелерде көптеген ноқатты дақтар пайда болады. Жолақты қанталаулар көзге түседі. Көздің, ауыздың, танаудың кілегей қабықтары тері асты шелі бозғылт түсті, кейде сарғыш тартады. Сөл түйіндері әсіресе көк бауыр мен бауырдың ұлғайып, түсі қара қошқылданып, болбырап, кескен жері бұдырмақтанып тұрады. Балауда жұқпалы анемияға диагноз індеттанулық, клиникалық, гематологиялық, патологиялық, патоморфологиялық тексерулер нәтижесінде қойылады. Яғни жұқпалы анемияны қан паразит ауруларынан нуталиоз бен периплазмоздан ажыратуымыз керек. Бұл аурулар қабаттасып өтуі де мүмкін. Ажыратып балау, қан жағындысын микроскоппен тексеріп, қан паразиттерін көруге негізделеді. Жұқпалы анемияға қарсы сенімді вакцина жоқ. Шетке шығаратын жануарлар соңғы 30 күн ішінде, яғни осы реакциямен тексеріліп, нәтижесі сертификатта көрсетілу керек. Реакция беретін жануарлар шыққан табынға шектеу қойылып, шеттен жылқы әкелуге немесе әкетуге тыйым салынады. 30-40 күн сайын серологиялық тексеру жүргізіліп, реакция берген малды сояды. 2 рет қатарынан теріс нәтиже алынған соң 3 ай табанды бақылауда қалдырып, тағы да реакция бойынша тексеріп, нәтижесі теріс болған жағдайда тиісті ветеринариялық санитариялық шараларды жүргізген соң шектеуді алады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.